Оңтүстіктен солтүстік өңірлерге көшуге ниет білдіргендер саны артып келеді. Сала мамандарының айтуынша, қоныс аударған отбасылар алдымен баспанамен қамтылып, жұмысқа орналастырылмақ. Сосын жанұяның әрбір мүшесіне айлық есептік өлшем бойынша 200 мың теңге көлемінде бір реттік көмек беріледі. Ал бүгін біздің өңірге арнайы келген мамандар қоныс аударғысы келетіндермен арнайы кездесіп, түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бүгінде солтүстікке қоныс аударуды көздейтін жерлестеріміздің саны артып келеді. Ал оны жүзеге асыру еңбек нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы арқылы мүмкін болып отыр. Шаһарға арнайы ат басын бұрған павлодарлық мамандар өз еркімен көшіп, баспана мен тұрақты жұмыспен қамтылғысы келетіндерге түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бүгінде Ақсу қаласында елдің әр өңірінен 60-тан аса кәсіп ашқысы келетін отбасылар мен жеке тұлғалар қоныс аударып үлгерген. Павлодар облысы Ақсу қаласынан келіп отырмыз. Біздің мақсатымыз жұмыспен қамту еңбек бағдарламасы бойынша 3-ші бағыты оңтүстіктен солтүстікке ерікті көшу бойынша үгіт насихаттау, ақпараттық насихаттау жұмыс жүргізу. Бүгінгі күні Жамбыл, Түркістан, Алматы облыстарынан, Шымкент қаласынан, Алматы, Нұр-Сұлтан қаласынан қоныс аударып отырған 60-қа жуық отбасы бар. Басқосуда пробация қызметі есебінде тұрған жұмыссыз азаматтар мен сотталып шыққан тұлғаларға кеңес берілді. Аталған іс-шара барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып өткізілді. Өз кезегінде мамандар мемлекеттік бағдарлама екі қолға бір күрек таппай сандалған жастарды жұмыспен қамтуға бағытталғанын айтып, тұрғындарды атсалысуға шақырды. Қазіргі таңда қалалық мәдениет үйінде мәдениеттері бірлескен өңірлермен оңтүстіктен солтүстікке деген мемлекеттік бағдарламасы бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Қазіргі таңда осымен қосып Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы және де пробация қызметі бойынша пробация қызметі есебінде тұрған азаматтарды, яғни жұмыссыз азаматтарды да осы оңтүстік өңірден солтүстікке көшіру бойынша бірқатар ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Бағдарлама кәсіп бастаймын деген жастар үшін де тиімді болып отыр. Мамандар тарапынан кеңес сұрап келген әрбір азаматқа тұшымды жауап берілді. Игі шаралар алдағы уақытта да жиі өткізіліп тұрмақ. Рысалы Кенжалиев, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбай, Жеті Ньюс.